Облыс әкімі Қайрат Қожамжаров үшін де көктемнің алғашқы айы күрделі болды. Ол аудандармен танысуын толық аяқтады. Енді олқылықтардың орнын толтырып, көрінген кемшіліктерді жөнге салу керек. Белгісіз себептермен облыс аудандары мемлекеттік бағдарламаларға сылбыр қатысуда. Мәселелер айтылып, басы ашылып, алға тартылмаған. Жоғардан көмек алуға құлшыныс жоқ. Демек, белсенділік танытар кез жетті. Апта бағдарламасының ұжымы үшін наурыз айы мемлекеттік тілге деген қамқорлық төңірегіндегі маңызды шешіммен де есте қалды. Өңір басшысы сәуірдің 15-іне дейін Көкшетау қаласының және 3 ауданның әкімдеріне қазақ тілін оқыту орталықтарын ашу туралы тапсырма берді. Сондай-ақ Қайрат Қожамжаров өз әріптестерін жиналыстарды мемлекеттік тілде өткізуге шақырды. Өзіміз өзгелерге үлгі болуымыз керек. Сонда басқаларда бет бұрады деген уәжді алға тартты ол. Наурыз айындағы тағы бір жағымды жаңалық билік пен кәсіпкерліктің келісті сөзі. Өкінішке орай бұл бағыттың елімізде онша өрістемей отырғаны белгілі. Ал Ақмола облысында өңір кәсіпорны тұрғындарды тек қана салмақты салық төлеумен емес, әлеуметтік маңызды нысан салуды қолға алумен де қолдағалы отыр. Алтынтау ресурс акционерлік қоғамы балабақша мен теннис кортын салуға қаражат бөлуге уәде берді. Облыстық әкімдікте атап өтілгенде жалпы өңірде бірқатар қажетті жобалар жүзеге асырылмақ. Облыс әкімі Қайрат Қожамжаров Көкшетаудағы бірқатар медициналық мекемелерде болып, ақ халаттылардың қарбаласқа толы күнделікті жұмысымен танысты. Олардың ішінде қалалық аурухана мен облыстық онкологиялық диспансерде бар. Барлық емдеу мекемелеріндегі ең басты проблема кадр тапшылығы. Мәселен, перинаталды орталықтың мамандарымен қамтамасыз етілуі тек 53%-ды құрап отыр. Ал жаңа перзентхана жұмысын тұрақты қамтамасыз ету үшін 38 миллион теңге қажет. Осы және өзге де мәселелер жалпы облыстағы денсаулық сақтау мекемелерінің жұмысы ендігі жерде өңір басшысының жіті назарында болмақ. Облыс әкімі Қайрат Қожамжаров бұл күні облыстық аурухана ұжымымен де кездесті. Қазір аталған медициналық мекемесінде 149 дәрігер еңбек етеді. Олардың жартысынан көбі жоғары санатты маман. Аталған аурухананың бас дәрігері Серік Аяғанов облыс әкімін емдеу мекемесінің мүмкіндіктерімен де таныстырды. Бізде компьютерлік томограф бар, сосын бар ядерно-магнитный резонансный томограф бар, сосын бар ангиограф бар. Ангиограф универсальный, қазір машина қоса бар, оны көреміз. Сосын бар инсульт орталығын аштық. Ол жақта да оборудование? Да, жалпы керек оборудованиясы бәрі бар. Республиканский бюджеттен 47 миллион ақша бөлінген. Да, мамандар бар. Облыстық ауруханадағы заманауи қондырғылардың көмегімен жүрекке ота жасап, тамақтағы қауіпті ісікті алуға болады. Және бұдан да басқа қиын дерттерді емдеуге мүмкіндік бар. Былтырдың өзінде 6000-дай ота жүргізіліпті. Облыс әкімінің назарына аурухананың алдағы жұмыс жоспары да ұсынылды. Болашақта бұл медицина мекемесінде жүрегінде ақауы бар балаларға ота жасау ісі де қолға алынбақ. Өңір басшысы бұл аптада білім нысандарының жай-күйімен де танысты. Нөмірі 5-ші көп салалы таңдау мектеп-гимназиясында бүгінде 900-ден астам оқушы білім алуда. Мұнда да проблемалық тұстар жетіп артылады. Гимназиядағы басты мәселе сынып бөлмелері аздық етіп отыр. Сонымен қатар спорт құралдары мен қажетті жиһаздар жетіспейді. Білім ордасының сыртқы қабаты мен инженерлік жүйесі де жөндеуді қажет етіп тұр. Бұл ретте өңір басшысы әлеуметтік нысандардың проблемасын шешуге облыстағы кәсіпорындарды қол ұшын беріп, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін естен шығармауы тиіс деді. Облыс әкімі қаладағы нөмірі 17-ші орта мектептің ұжымымен де кездесіп, жақында ғана ашылған мектеп телевидениесінің жұмысымен танысты. Өкінішке орай бұл мектепте де шырмауы тарқатылмай тұрған түйінді түйткілдер бар. Ашылғанына 25 жыл болса да білім мекемесінде бірде-бір рет күрделі жөндеу жасалмаған. Инженерлік жүйеде сыр берген. Одан соң облыс әкімі триатлоннан олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер мамандандырылған мектебінде болып, спортшыларымыздың дайындықтарымен танысты. Бурабай спорт сарайы да әкім назарынан тыс қалған жоқ. Өңір басшысы бұқаралық спортты дамытудың басымдылықтарына ерекше тоқталды. Өңір басшысы осы аптада облыстық мәслихаттың 3-ші сессиясына қатысты. Бұл жолы депутаттар жол мәселесін көтерді. Жиында өңір автомагистралінің тең жартысы бүгінде мүшкіл жағдайда екені мәлім болды. Бірқатар аудандарда жолдардың жағдайына мүлдем көңіл бөлінбей отыр. Оған жергілікті билік өкілдерінің салғырттығы себептелінді сессия барысында. К сожалению, в текущем году по комплексному плану Өкінішке орай Ақмол кентіне қарасты жаңадан салынған мөлтек аудандардың Қосшы, Қабанбай Батыр ауылдары жолдарының құрылысына биыл тапсырыс берілген жоқ.
Бұл елді мекендер Целиноград ауданына қарасты. Аудан әкімшілігінің жобалық сметалық құжаттарды әзірлемеуіне байланысты көлік және байланыс министрлігіне тапсырыс берілген жоқ. Осылайша қажеттігімізге жарар қомақты қаражаттан қол үздік. Не себепті олар жобалық сметалық құжаттарды дайындамады? Осының салдарынан да қаржы қарастырылмай отыр. Осы аптада облыс орталығының сырт келбетін жақсарту жөнінде де мәселе қарастырылды. Қала құрылысына қатысты кеңесте облыс әкімі Қайрат Қожамжаровтың назарына жүзеге асатын жаңа жобалар ұсынылды. Сәулетшілердің айтуы бойынша, Қопа көлінің жағасы жаңаша кейіпке енбек. Болашақта мұнда жалпы көлемі 200 мың шаршы метрді құрайтын 6 тұрғын үй кешені бой көтереді. Коммерциялық және жалдамалы тұрғын үй салу мақсаты да бар. Мы не можем решить проблемы потребности в жилье, потому что Біз қазірдің өзінде тұрғын үй мәселесін шеше алмай отырмыз. Өйткені жылына тек 3-4 үй ғана пайдалануға беріледі. Сондықтан мөлтек аудандар салуды қолға алу керек. Өкінішке орай бізге бөлінген трансфертте облыстық бюджетте қаржы да жоқ. Біз одан шығудың жолын қарастырып жатырмыз. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасымен кездесу барысында осы мәселе көтерілген. Біз бір айдың көлемінде қажетті эскизді дайындадық. Егер бұл жоба жүзеге асатын болса, Көкшетау қаласының сәулеттік келбеті көркейеді. Жиында Көкшетау қаласында салынатын жылу энергия орталығының жобасы да ұсынылды. Оның жалпы құны 40 миллиард теңге болмақ. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Қосман Айтмұхамбетовтің айтуынша, жаңа нысан іске қосылса, көкшетаулықтар жарықтың әр киловаттына 3,5 теңге төлейтін болады. Ал жылудың бағасы 2 есеге дейін төмендейді. Ең бастысы, Көкшетау өңірі инвесторларды тартуға ыңғайлы аймаққа айналмақ. Теміржол вокзалының маңы да түгел жаңартылатын болады. Абылайхан даңғылы мен Абай көшесінің келбеті өзгереді. Оның бойындағы үйлердің сыртқы бөлігі қалыпқа келтіріледі. Облыстық филармония, мәңгілік алау, орталық саябақтың маңы абаттандырылады. Енді көрікті көкше қала қонақтарын жаңа кейіпте қарсы алатын болады. Облыс әкіміне қаланың кіреберісін абаттандыру жұмысы мен жастар сарайының жобасы да ұсынылды. Бұқпа дөңінің бөктері де өзгеріп сала бермек. Мұнда тұрып, көкшеге көз тастау үшін бірқатар демалыс орындары тұрғызылмақ. Жаңа композицияларды қойылады. Атақты тұлғалардың ескерткіштері өңір басшысын ерекше қызықтырды. Астанадағы суретшілер одағының жобасы бойынша Көкшетау қаласында ұлы ақын Абай Құнанбаевтың, Кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдуллиннің ақын Мағжан Жұмабаевтың ескерткіштері бой көтермек. Алайда бұл туындылардың қаланың қай аймағына қойылары әлі белгісіз. Ең бастысы, атқарылар игі жұмыстардың бәрі облыс орталығын көркейтуге бағытталған. Көкшетау қаласын көгалдандыру жұмысы да жанданады. Облыс орталығынан шыға берістегі жол бойына ағаш көшеттері отырғызылады. Бұл жұмыстарды жүзеге асыратын 2 мердігер өз жобасын ұсынды. Жиынды қорытындылаған облыс әкімі барлық жобалар өз уақытында жүзеге асуы тиіс, сондықтан талап та қатаң болады деді. Достық Талғатұлы, Әсем Қаматайқызы, Гәкку Асылбекқызы, Апта.